жақтарға менің өткендегі саясаттан кету мүмкін деген хаттарына, мен өте көп хаттарына біразына жауап жаздым. Бір текст жазып алып, бәріне ұрып жатырмын енді. Оқып таусалмай жатырмын. Бірақ жалпы айтатыным, мен кету мүмкін дедім. Кетем деп айтқан жоқ. Және бірі, Қазақстанда саяси қудалау аса түседі. Тұтқындау аса түседі. Жағдай қиындай түседі. Бензин міне әлден Астанаңда тапшы болды. Енді зат қымбаттай түседі. Теңге құнсыздана түседі. Халық өстіп қиыншылыққа душар бола түседі. Халық душар бола түскен сайын билік үрейлене түседі. Міне қаптаған қалың камераны ауылға дейін орнатып жатқаны сол, бүкіл қаланың көшесіне, қуыс-қуысына камера орнатып жатқаны сол, штраф арта түсетін болады, адамды адам алдау, нақақ соттау көбейе түседі. Міне әскерде Шығыс Қазақстанда тағы да бір сарбазды өлтіріпті. Елге жау шаппай қазақтың әскері, баласы әскерге барып, арамдардың қолынан өліп жатыр. Міне жау шаппай жатып, қазақтың әскері қырылып жатыр. Неге? Әскерді зұлымдыққа батырып қойған кім? Назарбаев, Тоқаев. Міне Қазақстанның тұтас қоғамын зұлымдыққа батырып қойды. Анау Қасан Хуторский банданың лидері Қасанды ұстап ойбай деп жатыр. Бәрі Қасан ешкім деміз. Қасан ешкім емес. Қасанды билік шулатып қойды, енді оны ұстап, бейне бір ақиқат орнатқан сияқты болып отырды. Ей айналайын қазағым, бір Қасанды ұстағанмен Қасан деген құмырсқа динозаврлар төбеде отыр ғой. Қасанның 77 әкелері болып Астанада шіреніп отыр ғой, Қарордада отыр ғой, парламентте отыр ғой, министрлікте отыр ғой. Ол бір ауылда, талғарда өзінше шіреніп жүрген бір Қасанды ұстағаннан Қазақстанда аяқ астынан әділет орнай қала ма? Бұның бәрі ойын. Қатынын өлтірген Бишімбаевтың сериалын қойып қойған сияқты ойын. Ойбай, өкіметке рахмет, Қасанды ұстапты дейді. Ол Қасан сондай жауыз болып 1 миллион қазақты қан қақсатып па? Сол Қасан қаңтарда қазақ оғатып па? Сол Қасан бүкіл қазақ өз-өзіне қол жұмсаудан бірінші бұл дүниеде сасық аты шығып тұр, жаман аты шығып тұр. Сол Қасан істеп па соны? Сол Қасан бекен Дума Мұхаммед Кәрімді 7 жылға соттаған, Марат Жыланбайды 7 жылға соттаған, Асқар Сембайды соттаған, Айгерім Тілеужан соттаған. Сол Қасан бекен Дулат Ағаділді және оның ұлын өлтірген. Сол Қасан бекен Аронды өлтірген. Ол Назарбаевтық, Тоқаевтық қылан ғой. Қасан деген бар болғаны солардың бір жемтіктесі ғана, басқа түк емес. Оны кез келген уақытта пиар үшін, жарнама үшін Қасанды өлтіре салады. Орнына екінші бір Асанды ма, Масанды ма қоя салады. Болды. Қасан оларға сол үшін керек. Тіпті Қасанды өлтіріп тастап, оны жаңағы Шерзаттың әкесіне немесе оның бір туыстарына арта салуы да мүмкін дедік. Қасан ешкім емес. Сондықтан қазақтар ойбай, Қасан алытты, Қасан битті, Қасанды ұстады, Қасанды соттады деген дүрліккенді қойыңдар. Қасанның көкесі, Қасанның неше түрлі дөкейлері, ана алып динозаврлар, алып жұтқыштар, ана түбі тойымсыз, түбі жоқ қанішерлер ана Астанада отыр. Міне, Қасан түкті емес. Қасан кем дегенде Айгөркемге, Айдостың қызы Айгөркемге 4 жастағы сәбиге оғатқан жоқ. Нағыз қанішерлер жоғарыда отыр. Соны біліңдер, қазақтар. Соны біліңдер. Сондықтан мына жерде Қазақстанда зұлымдық арта түседі енді алдағы уақытта. Билік әдейіге бұның бәрін қолдан жасап, халықты үреймен ұстап отырғысы келеді. Халықты жалпы үрейменен қорқытып, үркітіп ұстау үшін билік зұлымдықты арттыра түседі. Әскерде адамды өлтіре түседі, түрмеде зорлық-зомбылық күшейе түседі. Педофилдерді қайтадан ұстаған болса жібереді, педофилдік артады. Енді сәби ұлдарыңа, сәби қыздарыңа абай болыңдар. Докторларға еркіндікті беріп қояды, жастарды сойып бауыр бүйрегін Қытайға сата түседі. Міне трассалардың бойының бәрін Қытайға беріп қойған, Қытайлар жерді алып жатыр. Анау Қызылорда, Шымкент, Түркістан, Тараз бүкіл жерлерді Қытайлар алып игеріп жатыр. Күршімнің біраз жерін Қытай сатып алды, Шығыс Қазақстанның біраз жерін сатып алды. Міне
25-тің көктемі келіп жер егетін кезде Қытайдан ағылған қалың жер жыртатын техника келіп қазақтың жерін қорс қопасын шығарады. Міне, бүкіл Қытайдың әлеуметтік желісіне кірш. Қазақстанда жезөкше арзан, Алматыда жезөкше бәлен қонақ үйде, Сайын Сейфуллин көшесіндегі мынандай мотельдерде мындай бар. Мына жезөкшенің сутинорының телефоны мынау деп Қытайда жарнамаланып жатыр. Міне қазақ жезөкшеліктен міне орыстан кейінгі әлемде екінші орынға шықты. Былғап болды. Былғап болды. Мына халықты, мына Назарбаев Тоқаевтың қазаққа жасаған зұлымдығы Жоңғар қырғынынан миллион есе асып кетті. Жоңғар қырғыны кезінде қазақтың қыздарын өйтіп былғап болмаған еді. Жоңғар қырғыны кезінде қазақ өйтіп азып, тозып, қарап отырып, қарындасын жезөкше қылып, ағасы ақша жиып отырмайтын еді. Қазір қазақ бүкіл зұлымдықты жасаудан дүниенің алдыңғы орнына шықты. Ал қазақты өстіп аздырып тоздырған Назарбаев пен Тоқаев және оның кланы. Мына ақсиып отырған, жоғарыда отырған депутат, министрлер, әкімдер осы қазақтың нағыз жаулары. Қазақ тарихта болмаған зұлымдыққа осылардың кесірінен батып отыр. Халқымызды әбден аздырып тоздырды. Сондықтан мен лекциямды жалпы жалғастырамын, күресімді де жалғастырамын, бірақ демалуым көбірек болады. Саясаттан бір жола кетпейін, бірақ апталап, тіпті айлап, эфирге шықпай кетсем, сөйлемей кетсем, онда не болды демеңіздер. Мен адаммын, мен демалам, мен жаттығам, мен мүмкін мен енді қару сатып алам. Америкада қару сатып алуға рұқсат, арнайы қару қолдануды үйренем, мүмкін аң аулайым, бұғы аулауға рұқсат береді екен. Бұғы аулап, бұғы жейін ба кім біледі, бұғышы болып кетем ба. Міне жаттығам міне. Суға малтайым, мұхиттарға шомылам, өз-өзіме қарайым. Біраз қарны шығып кетіпті, қарнымды тартып қайтадан жіптіктей жігіт болып, арқырап тұрған жас айғыр сияқты болып, атылып өз-өзіме қарап, сосын бір дұрыстап бір көлік сатып алсам дедім. Бұрын бір мініп жүрген көлігім қайтарып бердім, маған тегін айдап жүр деген. Қазір көліксізбін. Сондықтан көлік сатып алам. Көлік сатып алам. Бұрын Американың жаңағы жүргізу куәлігін алмай, халықаралық жүргізу куәлігі деп баяғыда шетелден алған куәлігім бар еді, сонымен жүргем. Енді Американың жүргізу куәлігін алам. Сосын бір көлік сатып алам, сосын сол жүргізу куәлігімен, көлігімен бүкіл Американы қыдыруым мүмкін. Қысқасы, өзіме көбірек көңіл бөлем. Біріншісі сол қарынды жоғалтам. Қарынды жоғалтып, содан кәдімгідей бір жаттығып, шынығып, протеин ішіп, бұлшық еттерімді бұлаңдатып, сөйтіп бір шашкеде ақ түсіп, кеше туыстарым, жақындарым хабарласып, шашың неге сұйықтап кетті, ойбай дейді. 50-ге келдік, міне 51-ге бара жатырмыз, міне шаш кетті, міне осы. Соны жаңа туыстарым айтам ғой, көсемдердің шаш тез түседі екен десем күледі. Жылап отырған кісі күліп жіберді. Енді 50-ге келдік, бұл шашқа да өкпе жоқ, ақта түсіп жатыр, өзі де түсіп жатыр, ақта көбейіп келе жатыр. Енді қайтесін енді. Әкемізге 100% тартқанда, әкеміз міне кетер кеткенше тек осы самайын ғана бурыл шалып еді, бірақ біз нағашыларымызға тартыңқырақ қаппыз, нағашыларымыздың шашы ертерек ағарған еді міне. Сол 50-де 50 ойын, бәріміз 50-де 50-міз ғой жаңағы. 50% геніміз әкеден, 50% геніміз шешеден келеді. Тура сол сияқты. Енді не? Енді өзімізге қарайық. Сосын ән тыңдайым, күй тыңдайым. Мүмкін өмірімді үйренбеген гитара үйренетін шығармын. Сол қысқасы өмірімді өзгерткім келіпті. Енді мына Трамптың кезінде Путинді өлтірмейтіні белгілі. Путин енді кем дегенде 4 жыл артық өмір сүреді енді, менің енді өз есебімде. Демек Путин өлмесе онда Тоқай тірі тұрады. Сол Тоқайды бүгін ертең көзін құртсақ деп қатты асығып кетіп, қара кемпір жеңіліп қалған кезде қара кемпірдің зары деген өлең жазып кете жаздадық қой. Енді мына Трамп шығып, енді бұл Мәскеуді трампылдатпай ма, жоқ Пекинді трампылдата ма, трампылдатпай ма білмеймін, енді оны өзі біледі.
Бірақ менің өз есебімден нағыз шын азаттыққа әлі 4 жыл бар екен. Сондықтан ертең Қазақстанда Қазақстанның президенттік сайлауына түсу үшін фигурамды аттай қылып жасауға біраз өз-өзіме көңіл бөлем. Сондықтан уайымдамаңыздар. Әлімғазы Дәулетхан Абыз ақсақал, Абыз атамыз арнайы аудио сөйлеп жіберіпті. Ғалым Рақжанұлы жасап, Бекзат Мақсұтханұлы екеуі оны жариялапты. Алла разы болсын. Әлімғазы Дәулетхан ақсақалдың бүкіл айтқан ұсыныстарына, маған айтқан ақсақалдық, абыздық бата тілектеріне 100% қосыламын. Алаштың арманы біздің арманымыз. Кешегі Кенесарыдан бері жалғасқан ұлт азаттық күресіміздің көз алдымыздағы тірі туыстаушысы Әлімғазы Дәулетханұлы ақсақал еді. Ол кісі өзі тектінің тұқымы, қазақ тарихында аты қалған адамдардың тұқымы және коммунизмге қарсы күресті жалғастырушы еді. Сол Оспан Батырдан қалған қазақты азаттыққа шығару күресін қылышынан қан тамған коммунистердің кезінде жалғастырған, екі империяның ортасында жүріп күрескен Әлімғазы Дәулетхан ақсақалдың арнайы маған көңіл бөліп, арнайы аудио сәлем жолдағаны, мені шабыттандырғаны, ол жүрегімді елжіретті сөздің шыны. Көңілсіздік көп. Аттап бассаң жала, аттап бассаң бәле, бас қататыны шаруада көп. Қыл үстінде дос болып, қыл үстінде жау болатын адамда көп. Кімге сенеріңді білмей қалатын кезіңде көп. Абдырап, таусылып, түңіліп, тозып, басыңа қара түнек орнағандай болатын сәтте көп. Бірақ 40 жыл қанды қырғын болса да, бір жаратушыдан үмітімді үзбеймін. Мен жақсылықтан үмітімді үзбеймін. Сондықтан да сол жақсы күндер келеді, тек сәл кешігеді. Мен сол жақсы күндерге өзімді дайындаймын. Алдағы эфирде тым көп, баяғыдай көп шыға алмасам, ренжімеңіздер. Онда Серікжан Біләш өзіне қарап жатыр екен ғой деп түсінсеңіздер болды.